Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі біздегі тақырып ол қазақ мемлекеттігінің дәстүрлері, яғни мидтерм. Бастар болсақ, біздің тақырыбымызды кіріспеден бастайық. Жалпы қазақ мемлекеттігі Еуразия даласындағы мыңжылдық саяси өркениет эволюциясының заңды жалғасы, былайша айтқан кезде. Бұл дәстүрдің өзегін еркіндікке ұмтылған қауымдық бірлік дала демографиясының институттары сонымен бірге жауапкершілік заманда өзін өзі қорғауға әскери ұйым жалпы құрады. Осы төменде жалпы қазақ халқы бұл ежелден келе жатқан біздің қазақ халқымыздың тарихы, біздің қазақ мемлекеттілігінің дәстүрлері, діндері, тіректері, тамырлары ежелден бастап таралған. Біз онымен мақтан тұтуымыз керек. Біз оларды және қастерлеп, құрмет тұтып, есте әрқашан алуымыз керек. Және сол үшін біз осы Қазақстан тарихы пәнін оқып жатырмыз. Елдегі ұмытылмайтын ең басты заттардың бірі осы тарихты ұмытпау. Бұл әрбір мемлекеттің, азаматшасының менің ойымша парызы деп есептеймін. Ал келесі біздегі қозғалатын тақырып ол қазақ хандығы құрылуының алғы шарттары. Яғни қазақ хандығының құрылуына қандай оқиғалар, қандай ситуациялар әсер етті. Жалпы біздің заманымызға дейінгі 7-3 ғасырларда сақтар, ежелгі сақтардан бастасақ жөн көрдім. Сақтар қазіргі Қазақстан аумағы мен оған жапсарлас өңірлерде өмір сүрген. Яғни ең осы сақтар деген кезде еске түсетін адамның есімі ол Томирис шығар, бәрімізге белгілі. Ол Кирдің парсы патшасы Кирмен қақтығысқа түседі және осы Кирдің басын алып арнайы бір тостағанға салып қойғанымыз бәріміз білеміз. Және одан кейін біздің заманымыздан дейінгі біздің заманымыздың 5 ғасырына дейін Жетісуда үйсіндер қоныстанады. Қытай деректерінде көрсеткендей осы белсенді дипломатиялық қатынастар жүргізді және жартылай отырықшылыққа осы үйсіндер бет бұрған. Сол кезеңде және Сырдария бойын мекендеген қаңлылар керуен жолдарын бақылап, егіншілік пен қолөнердің орталықтарын дамытқан болатын. Біздің заманымыздан дейінгі біздің заманымыздан 1 ғасырлардың аралығында ғұндар көшпелі әскери саяси одақ құрып, Еуразиядағы ұлы қоныс аударулар дәуіріне серпін берген. Жалпы ежелгі мемлекеттерден, ежелгі тайпалардан осыны айтқым келеді. Ал келесі қозғағым келген тақырып ол 6-9 ғасырлардағы түркі мемлекеттері. Жоқ, 6-9 ғасыр емес, одан кейін де түркі мемлекеттері бәрімізге белгілі. Ең алдымен түрік қағанаты. Ол түрік қағанаты олың жер аумағы солтүстік шығыс Қытай, Монғолия, Алтай, шығыс Түркістан, Орта Азия және Қазақстан және солтүстік Кавказ аумақтары. Біздің есімізге түсетін билеушілер олардың Бумын, Мұқан, Іштемей секілді қағандары. Мемлекет 552-603 жылдары өмір сүрген. Және тағы да бір атап өтетін жайт, ол 603 жылы мемлекет жалпы екіге бөлініп кетеді: батыс түрік қағанаты және шығыс түрік қағанаты. Келесі біздегі тақырып ол шығыс түрік қағанаты туралы айтсам, ол 682-744 жылдары өмір сүреді бұл мемлекет. Оның жер аумағы Алтайдан шығыс Моңғол жеріне дейін, құмына дейін созылады. Қазақстан, Орта Азия, оңтүстік Сібір деген секілді мемлекеттер. Ол жақтың билеушілері шығыс түрік қағанатының Елтеріс айтсам болады, Қапағанды айтсам болады және Білген айтсам болады. Және бұл шығыс түрік қағанатындағы ең басты бір айтатын мәліметтердің бірі бұл осы 716-734 жылдар аралығында ол осы шығыс түрік қағанатында Архон жазулары дәуірі болады. Бәрімізге белгілі Архон жазуы не екенін де айтпасам да бәріңіз білесіздер.
Және осы 744 жылы қағанат құлайды. Мен барлығына кішігірім тоқталып өтем. Одан кейінгі бізде батыс түрік қағанаты, ол 603-704 жылдар аралығында өмір сүрген, жер аумағы Қаратаудың шығыс баурайынан Жоңғарияға дейінгі жерді алып жатады. Оның билеушілері Жегуй, Түнжапғы, Ешпар елтеріс тағы сол секілді. Және 603-704 жылдар аралығында өмір сүрді дедік қой, бірақ 704 жылға дейін өмір сүргенімен осы 690 жылдардан бастап бұл батыс түрік қағанаты уже сол кезде түргеш қағанатының қол астына өтіп қойған. Сол нақтырақ айтқан кезде 692 жылы ішкі наразылық, ішкі алауыздықтың кесірінен де, және осы түргеш қағанатының қысымынан да сол кезден бастап уже түргеш қағанатының құрамына кіріп қойған. Одан кейінгі бізде түргеш қағанаты, ол 704-756 жылдары өмір сүрген, және оның жер аумағы оңтүстік шығысында Шаш, яғни қазіргі Тараз қаласы, оңтүстік шығысында, яғни қазіргі шығысында Бесбалық, Тұрфан қалаларына дейін жерді алып жатты. Және ең басты аймақ сол кезеңдегі Жетісу аймағында осы түргеш қағанаты алған. Билеушілері Үшлік қағанды айтсақ болады, Сұлу қағанды айтсақ болады, және тағы басқалары. 756 жылы осы түргеш қағанаты бізде құлаған болатын. Одан кейінгі бізде Қарлұқ қағанаты 756-940 жылдар. Моңғол Алтай тауының солтүстігін, Балқаш көлінің оңтүстік жағалауларын, Тарбағатайдың аумақтарын мекендеген. Және олардың астанасы Суяб қаласы болған. 940 жылы Қашқар билеушілері Қарлұқтарды ығыстырып кеткен болатын. Одан кейінгі бізде Оғыз мемлекеті 9 ғасырдың аяғы мен 11 ғасырдың басында олардың жер аумағы Сырдарияның орта және төменгі ағысы, яғни қазіргі Қызылорда аумағы деп айтсам болады. Бірақ олар осы 11 ғасырда қыпшақтардың басып алуымен осы Оғыз мемлекеті өмір сүруін тоқтатқан болатын. Одан кейінгі бізде Ұйғыр қағанаты 744-840 жылдар аралығында өмір сүрген, Қазақстанның шығысы, Қырғызстан, Шығыс Түркістан аумақтарын мекендеген болатын. Бірақ олар 840 жылы Қарлұқтардың басып алуымен құлаған болатын. Жалпы Қарлұқтармен бұлар тікелей байланыста болған, тіпті олармен кейде соғысып, кейде келіссөздер жүргізіп отырған. Одан кейінгі бізде Қарахан мемлекеті. Қарахан мемлекеті бізге несімен белгілі. Олардың жер аумағы Жетісудан шығысы Қашғарияға дейінгі аумақты алып жатқан. Билеушілері Сатуқ Бауырхан, Мұса, Әли Арслан және Хасан Бауырхан секілді хандары болған. Осы Қарахан мемлекеті деген кезде ең алғаш Мұса есімізге түсетін шығар, Мұса хан. Неге? Өйткені ол 960 жылы осы ислам дінін мемлекеттік дін деп жариялаған болатын. Әлемдегі бір осы біздің тарихымыздағы ең үлкен бетбұрулардың, ең үлкен өзгерістердің бірі осы ислам дінін қабылдау. Және олар 1212 жылы Хорезм шахы Мұхаммед Қараханды құлату арқылы жеңіледі. Одан кейін Қарақытай мемлекеті 1128-1213 жылдары өмір сүреді. Жер аумағын айтар болсақ, Орта Азия, Қазақстанның шығысындағы мемлекет. Қимақ Қыпшақ бірлестігі, осы Қимақ пен Қыпшақтар 9 ғасыр мен 12 ғасырларда өмір сүрген. Орталығы Қыпшақты білеміз, орталық бүкіл жалпы айтқан кезде Қазақстанның көптеген бөлігін алып жатқан. Батысында, нақтырақ айтсақ, батысында Алтай Саян таулары, одан соң осы Қазақстан жерін ұлы дала деп те айтаған. Және осы ұлы даланы Қыпшақ сол кездері мекендеген болатын. Және қазақ хандығының құрылуының алғышарттарына тағы да жатқызатын ол бізде Ақ Орданы айтсақ болады, Моғолстан, Алтын Орда, Ноғай Ордасы, сондай-ақ Әбілхайыр хандығында айтсақ болады. Осы 14 ғасырда Ақ Орда Әмір Темірдің шапқыншылығынан кейін ыдырап бөлшектеніп кетеді. Және осы соңғы Моңғол империясы осыларды жаңағы айтып өткендей Алтын Орда, Ақ Ордалар осы дала этникасының билік жүйесіне келген болатын. Және былайша айтқан кезде қазақ хандығы осы мемлекеттермен, осы алғы шарттары осы қазақ хандығымен тікелей байланысты деп айтсам қате айтпаймын.
Ал келесі біздегі тақырып ол қазақ хандығының құрылу тарихы мен территориясының қалыптасуы. Бәрімізге белгілі, керей мен жәнібек қазақ хандығының негізін қалаушылар, қазақ хандығын құрушылар. Олар басында бірақ қазақ хандығын алып құра салған жоқ, біртіндеп былайша айтқан кезде қадаммен жаймендеп құрған болатын. Жалпы ең алғаш осы 1457-59 жылдарда қазақтар қолдаған керей мен жәнібек әбілқайырдан алыстайды. Неге? Өйткені әбілқайыр бізде кімдерден жеңіледі? Қалмақтардан жеңіледі. Ол қалмақтардан жеңілгеннен кейін елдің жағдайы нашарлайды. Ал ол әбілқайыр соның салдарынан елге салықтарды, міндеттемелерді жүктейді елге. Ал оған шыдамаған адамдар, оған шыдамаған халық мүшелері, халық жалпы осы әбілқайырдың билігіне қарсы шыққан керей мен жәнібектің қатарына қосылуды жөн санайды. Неге? Өйткені керей мен жәнібек осы әбілқайыр хандығынан бөлініп, өздері бөлек мемлекет құрғысы келген. Яғни қазіргі Қазақстан бұрынғы қазақ хандығы. Және олар осы 1460 жылдардан бастап ығыса бастайды. Олар Моғолстан билеушісі Есенбұғадан барып жер сұрайды. Басында Моғолстан осы Шу мен Талас өзенінің бойындағы Қозыбасы деген жерден бізге Моғолстан билеушісі Есенбұға осы керей мен жәнібекке жер береді. Сол жерде олар халықтың басында керей мен жәнібек көшіп келген кезде осы Есенбұғаның жерінде өмір сүрмекші болады, Моғолстанның жерінде. Бірақ халықтың керей мен жәнібекпен бірге көшіп келген халықтың саны тым көп болған соң осы Қозыбасы жерін берген болатын оларға. Және осылай қазақ хандығын олар құрады 1465-66 жылдары. Ал сол кезде қазақтарды өзбек қазақ деп атаған екен. Және керей осы кезде ұлы хан болады, ал жәнібек кіші хан болып сайланады. Қазақ хандығының құрылуы қазақ халқының тарихындағы аса бір өте маңызды оқиғалардың бірі. Небәрі 10 жыл көлемінде қазақтар орталық Азиядағы барлық бірлестіктерді құра алған қуатты ұлттық мемлекет бола алды. Ал әбілқайырмен не болды деп сұрасаңыздар, әбілқайыр 1465-66 жылдардағы керей мен жәнібектен кеткенін естіген соң, осы артынан олардың қуып, оларды былайша айтқан кезде өлтіргісі келеді. Солай 1468 жылы ол жорыққа шыққан кезде керей мен жәнібектің артынан аяқ асты 1468 жылы әбілқайыр қаза тапқан болатын.